Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, керемет болып шығатын қаттаманың рецептін ұсынатын боламын. Қарапайым болғанмен көп келіншектер жасай алмайды. Мен мастер-класстан үйренген рецепті сіздерге ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз және қантымызды саламыз. 1,5 ас қасықтың көмегімен сұйық майымызды саламыз және барлығын тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді илектен өткізген ұнымызды шетінен қоса отырып және разрыхителді қосып, қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Оның тығыздығына байланысты мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Жақсылап қолымызбен илеп, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды неғұрлым көбірек илесек, соғұрлым біздің қамырымыз тегіс, ыдысымызда таза болатын болады. Мінекей достар, қамырымызды илеп, дайындап, бетін жауып қалдырамыз. Арасында әр 10 минут сайын осылай 2 рет илеп алыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз теп-тегіс керемет болып жайылатын болады. Ал енді біздің қамырымызды алып жаятын боламыз. Қараңыздар, біздің қамырымыз теп-тегіс үйге қанған, әдемі қамыр болады. Енді ұнымызды себе отырып, дәл осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды осылай дәл видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Содан кейін ғана оқтаудың көмегімен алдымен дәл осылай шет-шетін ортасына қарай жайып аламыз. Содан соң барып, арасына ұнымызды сеуіп, оқтауға орап жаятын боламыз. Қатты басудың қажеті жоқ, жай ғана басып, оқтаудың екі шетін баса отырсаңыздар, қамырымыз біздің теп-тегіс болып жайылатын болады. Дәл осы жерде қалай жаюдың техникасын қарасаңыздар болады. Осылай жайсаңыздар да қамырымыз біздің тез жайылатын болады. Мінекей достар, біздің қамырымызды дәл осылай теп-тегіс қылып, жұп-жұқа қылып, дәл видеодағыдай жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырдың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды дәл видеодағыдай жағып шығатын боламыз. Барлығын жағып болғаннан кейін, дәл мен сияқты осы әдіспен жасаңыздар, сол кезде керемет болып шығады. Bir шетін қамырдың қайырып аламыз және ұнымызды сеуіп, оқтауымызды орайтын боламыз. Оқтауды орағаннан кейін, дәл ортасынан пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 3-ке немесе 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді осы бөлінген қамырлардың арасына да кішкене сары майымызды жағатын боламыз, себебі ортасында ұн болғандықтан құрғақ болуы мүмкін. Сары майымыздың барлығын жағып алып, енді осы қамырымызды видеодан қарасаңыздар болады, дәл осылай барлығын орап шығатын боламыз. Мінекей осымен біздің қамырларымыз дайын болды. Енді осы қамырдың бетін пленкамен жауып, немесе маечкамен жауып, морозильникке 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Сол аралықта біздің қамырымыз міндетті түрде морозильникке салыңыздар, сол кезде біздің қамырымыз жақсы жайылатын болады. Және арасында қатпарларын дұрыс ұстайтын болады. Ұн себе отырып, біздің қатпарлы қамырларымызды жаямыз. Қараңыздар, видеодан арасындағы слойкалары көрініп тұр. Барлығын дәл осылай әп-әдемі қылып жайып алатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осымен дайын, қатты қалың немесе қатты жұқа болмасын, орташа қалыңдықта болған дұрыс. Енді дайын болған қамырларымызды, қаттамаларымызды қуырып алатын боламыз. Ол үшін майымызды орташа отқа қоямыз. Қатты отқа қоймаңыздар. Қамырымызды сала отырып,
осылай айналдыра отырып пісіріп алатын боламыз. Қатты отқа қойсаңыздар біздің қаттаманың сырты күйіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіріп алғанымыз дұрыс. Екі бетін жауа отырып, 7-8 минут шамасында екі бетін бірдей қылып қуырып алатын боламыз. Мінекей осылай қаттамаларымыздың барлығын қуырып аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір балдырып, және өздеріңіздің WhatsApp желісінде достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Мінекей достар, барлығын дәл осылай қуырып алатын боламыз. Осымен біздің қаттамаларымыз дайын, арасы күтірлеп, қатпарлы болып шығады, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.